Төменде көрініс сайысы, өшпейтін өлең хаттары, ортада Фемида Ақтөбе. Достар, егер 17 ғасырда қазіргі замандағыдай сот отырысы болса, қалай болар еді? Сонымен 1732 жыл Мойынқұм далалық округінің номері 2-ші сот ғимараты. Барлығыңыз тұру сұралады, сот келе жатыр. Саламатсыздар, отыра беріңіздер. Мойынқұм далалық округінің нөмірі 2-ші сот ғимаратында Аңырақай шайқасы бойынша фамилияңыз? Жолмырзин. Айыпталушы Жолмырзинге қатысты қылмыстық істі ашық деп жариялаймыз. Құтты болсын, ұзағынан болсын. Сотталушы Жолмырзин, орныңыздан тұрсаңыз. 1729 жылы не болды? Жалпы қандай оқиға болды? Біз балдар болып көш жаққа шықтық. Көш жақта келатыр едік. Бәрі айтты, шайқасқа деді, Аңырақай шайқасына аттанып кеттік сөйтіп. Сөйтіп, оның ішінде нақты кім айтты? Шайқасқа барамыз деп біреу сіздерді сояққа нұсқады ғой. Кім нұсқады сіздерді? Шет жақта келатқан Мади айтты. Мади айтты. Мади айтты. Қанша адам болып бардыңыздар? Бәрін айтайын ба? Бәрін айтыңыз. Қанша адам? 30 мың адам болып бардық. 30 мың адам. Кім? Бәрін айта берейін ба? Бәрін айтасыз. Қылмыстық іс қой болған, керек қой, тіркейміз ғой. Болатбек, Самат, Өтеген, Сержан. Сосын Мұхит. Сен 4 мұхит айттың ғой, көкеу. Дұрыс қой, 4 мұхит қой. Тынық, Мұзды, Атлант, Үнді, Ұяң, Қатаң, Жіңішке, Берік, Жақпар, Жақпар ма? Жақпар айында. Сосын дейді, 30 мың адам айтты, шатастырып жібердің ғой, бастайықшы. 30 мың адам айттыңыз, енді фамилиялар болса. 30 мыңның ба? 30 мыңның фамилиясы. Бірінші Қажығалиев, екінші Қашқынбаев, үшінші Жүсіпов, төртінші Сембаев. Сіздер сонда 30 мың адам болып әскерге аттанып бара жатқан кезде сіздерге ешкім жалпы айтқан жоқ па? Ай, көке, біз қылмысқа баратырық. Ертең үстімізден қылмыс қозғайды біздің. Іздейді бізді. Ертең біз істі болып кетеміз деп ешкім айтқан. Ертең соғыста біреудің аяғына қылыш кіріп кетсе қайтеміз. Біреудің көзі шығып кетсе қайтеміз деп ешкім айтқан жоқ па? Жоқ, аға, онда ештеңе айтқан жоқ. Мен қорғаушым бар, сол сөйлесін да. Қорғаушыңыз бар екен ғой. Отыра беріңіз, қорғаушы не айтады екен? Дұрыс емес бұнкі. Дұрыс емес. Мына дұрыс емес пе? Дұрыс емес. Неге? Бұл соғысқа баратқан біліп, қасақана жасап тұр бұлар. Мені қорғамайсың ба? Сен қорғаушы емессің ба? Мен не, сен қорғайды деп не, қылмыс жасай беру керек па? Мен өз қорғаушынан бас тартам. Айыпталушы Жолмырзин қорғаушыдан бас тарту себебінде қорғаушыны сот залынан шығып кетуді сұраймыз. Араға уақыт қоспай, ортаға керемет бір осы іске қатысты куәгер жадырасын шақырамыз. Көкесі қорғаушы бізсің бе? Енді мен қолым бос кезде куәгер болам, қорғаушы болам, кейде қылмыспен жазаға барам. Түсінікті. Жалпы... Мен бара берейін. Неге? Мен сахнаның артынан сөйлеймін ғой. Бара бер. Жалпы, сізге сұрақ, 1729 жылы не болды? 1729 жылы бұлар жабылып кетті бізге. Жабылып кетті? Қазақтар қанша адам болды? 30 мың болды бұлар. 30 мың болды? 30 мың. Кім? Енді мұна. Аға, 30 мыңды айтып отпайды шығар, мен айттым ғой жаңа. Айта берсін да, ортасында фырлылық дейтін қошып бермейміз ба? Ендеше бізге сот отырысына хабарласып отырған тыңдарманымыз бар екен. Тыңдарманымыз не айтады екен? Тыңдап көрейік. Алло. Лейла? Жо, Лейла емес. Жақсы, рахмет. Тыңдарманымыз қателескен секілді. Танк демей тасаша болды. Сіз куәгер жадырасынып, сіз 30 мың әскердің ішінен жалғыз мына фамилияңыз? Жолмырзинді қайдан байқап қалдыңыз? Бірден байқадым. Мен маңдайыма садақ тағап, атып жүр мені. Қорқытып, жалғыз өзі барлығын бет садақпен атып жүр. Атып жүр, жалғыз өзі. Сіз сонда
садақ атып жүрген кезде аспанға ескерту ретінде үшеуін аттыңыз ба? Жоқ, мен оқталып тұрған білмей қалдым, атып қалдым ғой. Садақтың оқталып тұрған байқамай қалдым. Байқамай қалдым ғой. Сондай ма? Жоқ, аға, анаяқта 30 мың адам болды. 30 мың адам. Я, мен неге соттап атсыздар? Көкеу, енді 30 мың адамның ішінен жалғыз сен садақпен атқан жоңғар тірі қалған. Ауруханаға түсіп қалған. Ар жазып жатыр анау. Тергеушілер бізді қинап жатыр анаяқта соттаңдар деп. Көке, қолыңа садақ ұстадың, жауға аттандың. Сүкітіп өлгенше ат жайшана неге аттайсың? Ақтөбе жасыл қала жайлаған, көркіңе келбетіңе тоймаған, сағынып солы өсіп. Достар, әуенді көріністе міндетті түрде әуен керек. Ережеге қарсы шықпаймыз. Ойынымыздың соңын Өскемен құрамасының керемет әнімен аяқтаймыз. Әжелер, аталар, тәделер, ағалар, халқым едім, қосыламыз. Меріс-білес, бірін қайын, бірін тал, бірін шекер, бірін бал, қайсты бірін атайын. Меріс-білес, бірін қайын, бірін тал, бірін шекер, бірін бал, қайсты бірін атайын. Ақтөбе жасыл қала жайлаған.